Бәріңе сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Капкейкке қажетті барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдымен көлемді ыдысымызға сары май мен қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сары май бөлме температурасында еріген болуы қажет. Миксерленген сары майымызды лопатаның көмегімен біріктіріп алып, оның үстіне жұмыртқаны салып араластырамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жоғарғы жылдамдығына дейін біртіндеп қоса отырып араластырамыз. Миксермен араластырып тұрып сүтті құямыз. Араласқан массамызда қант пен сары майдың толық ерігеніне көз жеткізгеннен кейін құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқыш, какао салып, жақсылап араластырып аламыз. Қандай да болмасын тәтті пісіруде ұн мен қопсытқышты бірге салуды кеңес етемін. Құрғақ ингредиенттерімізді массаның үстіне салып аламыз. Лопатаның көмегімен араластырамыз. Лопатаның көмегімен араластырып алсаңыз, миксерлегенде ақ ұнтақтары жан-жағына ұшпайды. Барлық ингредиенттер бірігіп, біркелкі консистенцияға айналғанша миксерлейміз. Қоюлығы видеодағындай болуы қажет. Мен дайын болған массамызды формаға құю оңай болсын деп кондитерский мешокқа құйып алдым. Қасықпен құйсаңыздар да болады. Капкейктерді силиконды формаларға құя берсеңіздер де болады. Формаға толтырып құюдың қажеті жоқ. Пешке салғанда ол көтеріледі. Кенде беті бір тегіс болып шығу үшін форманың екі шетінен ұстап ұрғылап аламыз. 80 градус алдын ала қызып тұрған пешке 35-40 минутта пісіп шығады. Дайын болған капкейктерді толықтай суығаннан кейін бар формадан шешетін боламыз. Сарғайтып жіберудің қажеті жоқ. Мен өзгешерек болсын деп ортасына салма салдым. Мендегі салма малиновый джем. Салмасын салмай қойса да болады. Капкейктердің өзі ортасы ылғалды болып әдемі болып шығады. Бетіне әсемдік үшін креммен безендіріп шықтым. Рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз, мен үшін мотивация. Осы рецепт бойынша дайындап көріп, жақындарыңызды қуантсаңыз да болады. Бірінші рет жасағаннан ақ мінсіз болып шығады. Бұл рецепт бойынша құрғап қалу, піспей қалу деген жоқ. Өте керемет болып шығады. Ас болсын!